We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka. Оңтүстікте жалпы көктем, бірақ Түркістанда енді кеше салқындау болған, бірақ бүгін Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алды бәрі бір жұртшылық жанданып, бір тіршілік оянып жатқан сияқты, бір тура көктем болып тұр. Менің ең сүйікті мезгілім бір сәтке оралып тұр. Күлеміз, бас көтереміз, күлеміз. Болма, ой, молодец. Я хит болмай. Так, қанша? Я мен бердім я. Саған 800-ні берейін дейсіз ба? Суретке түсіп алам, суретке. Не болып жатыр? Таң маңдап отырсың. Бәрібір ақсан болып бар, бір келешені қоя бересің өзің. Кән бер. Қара оры күшел тама шықты. Амнеті Яссауидің қойдыртын. Амнан қалаған қойдырта бересіз. Ноғай бір ме? Сонда осы жерден жаңағы таңдай ма? Абылай ханның өр екен ол. Нұр. Өрлерді, Абылай ханның өрі. Руыңа байланысты табуға болады мысалға айтқан кезде. Мысалы, біздің ру. Абылай ханның өрі, біздің ру жоқ екен. Оңырат ноғай деген жоқ екен. Ошақты бар. Маман ру бар. Ол жүз ошақты. Осындай болады ма? Сонда дайын түрі? Найман, жаңағы кісіге берген осындай? Осындай. Енді өзіңіздің патша көңіліңіз ғой. Сіз қайсысын қалайсыз? Кәм? Мынау деймін ғой. Мынау. Мен сразу. Я жаңа көргенбіз. Өзім по интуиции. Ама сіздің өзіңіздің руыңызды көрдіңіз бе? Ошақтың, жоқ қайда еді? Қайда көрдіңіз? Мін тұр, ошақтың. Мен өзім күнге шағылысып көрмей тұр. Біздің ру жоқ екен. Мына менің руым отдельно. Біз сонда мына мен Абылай ханның өрімен қайсын істейтін деп жатырмыз? Өзім деп Қожа Ахмет Яссауи. Папа айтады, мөр дейді, бірақ бейне ғой мынау жай, мөр емес қой. Елді басқарған, елдің басын біріктіріп жүрген сондай бір адам ғой. Е? Ниеті түзу адам болған. Қанша адам оның атын ұран қылып жүреді. Сондықтан неге алмасқа, сондай адамдарға еліктемеске. Сол адамның рухы қолдап тұрсын деп алып жатыр. Әумин. Мына жерде жұрт жаңағы нәрселерді енді әртүрлі айтып жатыр, әрқайсысы. Біреу медаль дейді, біреуі теңге дейді. Бірақ меніңше бұл бір тұмар ретінде, немесе кәдесый ретінде сондай бір жақсы сыйлық екен. Біз де өзімізге істетіп алайын деп жатырмыз. Бір жағына Абылай хан бабамыздың мөрімен, мына жақта жұрттар қарап жатыр маған, мен ұялып қалдым. Ал екінші жағына кесененің
жаңағы бейнесімен, немесе қазір таңдайды, немесе Яссауи бабаның мөрімен деді ма, сондай бір нәрсе айтты. Сол қазір көрейік соны бірге. Bir жағы кесене, bir жағы мөрі да. Mesela Arslan baktık. Abla kaldı. Ya şeker makineye var oturabilir mi? Göreyim. Bu bir жағын көрейін. Мынау Яссауи баба мөрі. Енді Arslan baktık. Негізі Түркістан, жалпына Түркістан болғанда осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің алды біршама жанданыпты. Менің ойымша бұрында да бар еді мынандай жаңағы. О, мына жақта бөлек жер. Птица. Бұрында да бар еді суретке түсу барлығы, бірақ әртүрлісіндей кәсіп. Абылай хан бабамыздың мөрі. Оны екінші жағында Арыстан бар. Ұмытқан жоқсың ба? Күшті екен. Ауыр екен. Салмағы бар нәрсе. Латуньнан жасалған. Не деп? Латунь деген не? Металл ма? Не қылмайды, қараймайды. Апада қалма. Қымбат металдардың бірі ғой. Әдемі екен, екіншісі кән, Балнұр? Сенде ма? Бұл, так, бұнда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бір жағында, екінші жағында мөрі, иә, Қожа Ахмет Яссауи мөрі. Мынау Қожа Ахмет Яссауидікі ме? Мөрі, мөрі. Ал мына жақта өзі кесенесі. Кесененің түрі. Ой, абайлаш. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا Ой, пісу. Сондай да мұздан қойды екен ауадан. Соғы астынан кірен құламай кел. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا
негізі зиярат деген нәрсені дұрыс емес, күнә дейтіндерді мен шыны керек түсінбеймін және түсінгім де келмейді. Себебі зиярат деген нәрсе ең алдымен ата баба басына келіп Құран бағыштау. Қазақта өлі разы болмай тірі байымас деген сөз бар, сондықтан зиярат ең алдымен жаңағыдай ата баба рухына Құран бағыштау, яғни тағзым ету басына келіп. Және де екіншіден, бұндай зиярат ету сенің, білмеймін, осындай жерлерге келгенде адамдар білмеймін, мейірімді болады ма, осындай жерлерге келгенде ойың тазарып, сондай ішкі тазалау процесс жүретін сияқты. Сондықтан маған бұндай зиярат сияқты нәрселер өте жақсы әсер етеді, және де жалпы адамдарға меніңше. Сондықтан сказки не сочиняйте, зиярат деген күнә деп. Құстардың дауысы көктерлер. Қазір мен видеоға түсіріп жатырмын. Қысқасы сол, ата бабаға тағзым етіп келдік, Құран бағыштадық. Ниетіміз Құдай қаласа қабыл болсын, Мерей? Ісіміз оң болсын, қадамымыз оң болсын деген ниетпен жасалатын дүние бұл зиярат деген. Құдай қаласа жылды жақсы бастадық. Айтпақшы, подскриптум. Ұмытып кеткенде сөзді дұрыс түсінбей қалуы мүмкін көп адамдар. Тілеуді, тілекті, сұрауды Тәңірден сұраймыз, ал ата баба рухына Құран бағыштаймыз, тағзым етеміз. Сол, шатастырмаңыздар. Бұл қорған. Біз мынау кішкентай терезешіктер бар ғой, солардың түптеріне бұрын кішкентай кезімізде отырып алатынбыз да. Бір дәлдеп атысатынбыз ба, білмеймін, кіммен атысатынбыз. Шынымен әрқайсының түбіне отырып аламыз, біреу-біреуден. Сөйтіп алысқа дәлдеп атамыз. Біздің көзімізде жаңағы біздің қиялымыз уже сурет сала бастайды кәдімгі соғыс кезеңдерді. Қызық еді. Біз жеңіп жатырмыз. Ешкім жеңіз басқа ешкім жоқ. Қызық кездер. Есін айтпайсың. Не ол? Қой. Алдар Құран оқы деген. Біз кішкентай кезімізде оны кеше деп бағана айтқам, қырмен жаяулатып өзіміз жаңағы бір баклажкаға шай құйып алып, нан, май, помидор, қияр бәрін жинап алып жаңағы өзімізше пикник сияқты қылып баратынбыз. Және де осы Яссауи бабаның басына келіп үлкен адамдарша Құран оқитынбыз. Кәдімгідей жұрттың бәрі қызығатын, өзімізге сол қызық еді. Және де бір іс тірлік бітіріп келгендей. Апаларың үйреткесін сондай қалыптасты деп ойлайсыңдар да сендер. Көп адам ондай істей бермейді, сендердің апаларың үйреткен да оны. Соған қалыптасқасын бұлар да үлкен адамдарша барған. Мен нағыз тіршіліктің сондай жұмыстың қызып жатқанын Түркістанға келгенде білем, шынымды айтсам. Мынандай жерде барлық үйде осылай көмір жатады, мынандай жаңағы тауық қораздардың дауысы естіліп жатады. Және де қараңыздар. Астанадағылар сұрайды менен, сендерде қар бар ма өзі? Бізде қар бар. Бірақ мынандай қар. Міне мынандай қар. Мен аяғымда калаш. Албай стайл. Біз қазір отбасымызбен
турды Туркестан жасап жүрміз. Туысқандарымыздың барлығының үйіне кіріп шығып жатырмыз, жаңа жылмен құттықтап. Және де қазір әпкеміздің үйінде. Құдай әлсіз күнін жақсы деп. Метіміз тұр. Жием ағасын айта берейік десең. Мет сияқты емес қандай күйдірген сармай сияқты. Kuydirgan sarmay. Газ көреді. Gaz ko'radi. Kuydirgan sarmayға жаңағы мет араластырған ба сондай ғой. Енді мед деп жесең мед. Sarmay деп жесең ішіне май бар ма деп ойлап қалсаң болады. Араға бір май беріп жесең, бірақ негізі мед екен. Эксперттер айтты. Біздің үйде бұндай мед жоқ, бір 2 шасын жейді. Шай қысылам десең, Маяковскийде тұратын, а? Сол үйдің адамы ғой. Balası mı? Баласы болады, е. Zaten qanday do'st bu? Атам мен жас деді ғой шай қысылам. Біз мына жерде қанша адам? 1, 2, 3, 5, 8 адам ба? 8 адам. Қуанышымен келе берсін, денсаулықтарың мықты болсын. Мынау туысқандар, бауырлар арасында ауызбіршілік ынтымақ болсын, бір-бірімізге деген мейірімділік, қайырымдылық, сыйластық зор болсын. Айда тост, қандай жақсы тост, көп рахмет, жеңілдігі бар. Басқа ешкім көтермейді. Қандай әңгіме шығып қалды деп, қандай не шықты деп қарап отырмын. Жаттап алатын болса жаттап алайын деп. Айда тост, Айда тост. қандай жақсы тост, Қандай жақсы тост. көп рахмет, Көп рахмет. жеңілдігі бар. Жеңілдігі бар. Тез алып қойыңдар. Айда тост, қандай жақсы тост, көп рахмет, жеңілдігі бар. Қосып келатыр бәрі. Сукам қайда, Гаухар? Гаухар! Сукам қайда? Машинада.